Ассалаумағалейкум, құрметті бокс мотив арнасының көрермендері. Бүгіннен бастап сіздерге жаңа рубрика апта сайын кешегі аптаны қорытындылап, бір аптаның жаңалықтарын сіздерге паш етеміз. Біз бұл рубрикада жалпы барлық спорттарды қамтимыз, дегенімен оның ішінде біз үшін өте маңызды спорт, өзіміздің арнамызға ең жақын спорт бокс болғандықтан бірінші әрине бокстан бастаймыз. Оның ішінде өзіміздің елдің жігіттерінен бастаймыз. Әрине кешегі күні Бек Нұрмағанбет екінші раундта Конлиді нокаутпен, техникалық нокаутпен жеңді. Бұл жеңісімен Бек Нұрмағанбетті шын жүректен құттықтаймыз. Жалпы 12-ші жеңісі және 10-шы нокаутпен жеңісі Бек Нұрмағанбетті алдағы уақытта танымал ететіндігі, алдағы уақытта оған үлкен тәжірибе беретіндігі сөзсіз. Келесі жаңалық Жәнібек Әлімханұлына қатысы бар. 160 фунтта WBA чемпионы Эрисланди Лара кеше Гарсия деген жігітпен жекпе-жек өткізді және Гарсияны техникалық нокаутпен жеңді. Енді 41 жастағы бұл жігітті шын жүректен құттықтаймыз. Жеңісімен енді Жәнібекпен жекпе-жек өткізсе болатын еді. Міндетті қарсыласында, былай қарсыласында бәрін жеңді. Өзінің чемпиондық белбеуін қорғады. Енді ары қарай кішкене инициатива танытып, тарих жасау үшін Жәнібекпен бірге жекпе-жек өткізсе өте тамаша болатын еді. Мына жақта Ширазбен адамы шықса, кейін WBC-мен бүкіл пояс Жәнібекте бәрі бірге каша-малаша, Түркия әлі-шех келіп, Арабияда күшті жекпе-жек болу ықтималдығы бар деп мен ойлаймын. Сіз қалай ойлайсыз? Комментарий жазыңыз. Келесі жаңалық, Канело Берланга жекпе-жегі аяқталды. Канело жеңіске жетті. Біткеннен кейін мынандай сұхбат беріп жатыр ғой. Мен көрдіңдер ма хейтерлер деп ше, андай. Жас болса да мен ұттым көрдіңдер ма, мені тек кәрілермен шығады деп ойлайсыңдар ма деп жатыр да. Жалпы негізі чемпиондық менталитеті бар мықты жігіттер хейтерлерге мән бермейді негізі. Бәрібір оған негізі. Кім не деп жатыр? Осындай мінез, осындай бізге ұнайтын әдемі мінез, чемпиондық менталитеті бар. Жәнібекте бар да. Ырза боламын да Жәнібекке осы жағынан. Ол хейтерлерге мән бермейді. Хейтерлер бүйтіп ұрмайсың ба, дұрыс емес ұрып бірдеңе деп жазса, ол оны сын ретінде қабылдап, өзіне ары қарай жұмыс жасауға болатындай болса, жұмыс жасайды. Ал өзімен өзі әшейінен боқтап бірдеңені жаза салатындар болса, оларға мән бермейді да. Осысы ұнайды Жәнібектің. Біздің де кейбір спортшыларымыз хейттерге қатты назар аударып кетеді. Назар аударатын нәрсе емес қой негізі хейт деген. Ол өмірде болатын, жанкүйер де болады, және соған сай хейтерлерің де болады. Қанша жерден ұлы боксшы болсаң да, сенің хейтерлерің болады. Мұхаммед Алидің де, Тайсонның да бәрінің хейтері бар. Сондықтан Канело, мені тыңдап отырсаң, комментарий жазып кет, хейтерлердің бірі мен болмай-ақ қояйын. Сондай. Түсіндің ғой қалмай. Келесі жаңалық, дәл осы Канело Берланга жекпе-жегінде Кроуфорд түрік әлі-шейхтің жанында отырып алып, прямо эфирге шығып алып, жіберіп отырған мен. Жоқ там мен Канело Кроуфорд жекпе-жегі бұл әлемнің үздік жекпе-жегі болады, 21-ші ғасырдың үздік жекпе-жегі болады. Ұйымдастырып бересің ба дейді ол түрік әлі-шейхке. Давай, go деп жатыр ғой. Енді Кроуфордтың түрік әлі-шейх давай деп тұр, Канело явно давай дейді. Давай дегенде қалай? Нормальный сумма берілсе, нормальный уақытқа бәріне ыңғайлы болатын болса, Канело да келіседі. Сонымен енді осы жылдың аяғында немесе келесі жылдың басында осы жекпе-жекті көруіміз мүмкін. Канело Кроуфорд. Менің ойымша енді интерес жоқ бұл жерде. Канелоны жеңетін сөзсіз. Қайда ауыр дәу бәле ғой. Кроуфорд жағында кішкентай. Сендер қалай ойлайсыңдар? Комментарий жазыңдар. Күні кеше ғана 5-ші көшпенділер, дүниежүзілік көшпенділер сайысы өткен болатын. Ашылу салтанаты өте кең көлемде әдемі болып өтті. Енді шетелдік мамандардан өте жақсы хабарлар естіп жатырмыз. Париж олимпиадасымен тең деңгейде, жоғарғы деңгейде қаншама президенттер келді дегендей, соның ауқымы, көлемі үлкен болды. Және осы сайыста біз командалық есепте бірінші орынмен аяқтадық. Келесі сайыстарда да басқа ұлттарда болған кезде, басқа елдерде болған кезде бізде осы тұғырымыздан төмен түспейді. Ұлттық спортымыз дами берсін. Ал құрметті достар, біздің бұл аптадағы рубрикамыз аяқталды. Яғни кешегі аптаның жаңалықтарының барлығын ең маңызды дегендерін сіздерге жеткізуге тырыстық. Сіздерге бұл рубрика ұнады ма? Егер ұнаған болса комментарий жазыңыздар. Ұнамаған болса да сын пікірлеріңізді жаза беріңіздер. Біз оның барлығынан сабақ алып, келесі апталарда бұдан да жақсырақ етіп шығаруға бар күшімізді саламыз.